Армысыздар достар, қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге Жұлдызда Ақиқат каналы. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ендеше бүгінгі Тұңғышбай Жаманқұлов осы күзде 70 жасқа толып мерейтойын өткізбек. Толығырақ айтып кетсек, Жаманқұлов осы көктемде, күзде 70 жасқа толады. Осы орайда актер өз ойындығын халыққа өнер арқылы жеткізу үшін жеке театрын ашқан. Бұл туралы Таңшолпан бағдарламасында айтып кетті. Осыдан бір жыл бұрын шартты түрде бас бостандығынан айырылған елдің сүйіктісі бүгінде қалай өмір сүруде? 70 жас жүріп өткен жол. Адамның өмір жолы түзу емес, Қапшағайдың трассасы сияқты. Бұрылыс бұлтағы көп болады. Сондай-ақ кезде таймай, аман-сау осы күнімізге жеткенімізге шүкіршілік етеміз. Алланың әмірімен халықтың ықыласына бөлендік. Өнер жолында танымал болдық деді. Бүгінде актердің аман-саулығы шүкір етіп өмір сүруде. Бір қызығы, Тұңғышбай Жаманқұловтың екі бірдей немересі актердің өз туған күнімен бірдей. Анам 87 жаста, бауыр, қайын жұртым бүтін, аман-есен. Мен үшін осы сыйлық. Туған күнімнен кейін екі баламның туған күнімен де бірдей. Қазір менің емес, осы балалардың туған күнін тойлаймыз. Ақсұңқар деген балам, Аққу деген қызым 13-ке келіп жатыр. Осы балаларына қызықшылығын ғана көруді нәсіп етсін дейді Тұңғышбай Жаманқұлов. Достар, сіздерге бүгінгі видеомыз ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.